Сәлем достар, бүгінгі таңда біз Шығыс Қазақстанның өнер музейіндеміз. Яғни бұл жерде әртүрлі көрмелер, фотолар және де әртүрлі қызықты заттарды көре аламыз. Яғни мына сурет өзіміздің Николай Арсеновичтің картинасы. Яғни бұл суретте біздің томиристің суретін көруге болады және де бұл жерде томирист салған кезде өз қиялдарын қосып салған көре аламыз. Тағы да бұл музейде көптеген қазақ зиялыларының суреттері көрсетілген. Мысалы, Әлихан Бөкейханов. Біз бәріміз танитындай, бұл бізде Алашорда партиясының төрағасы болып келеді және де жалпы қазақ қоғамының көрнекті қайраткері. Яғни бұл жерде бізде жалғыз суреттер, портреттерден басқа біздің аспаптарымыз бар. Яғни бұл аспаптарымыздың бірі домбыра. Яғни ол өздеріңіз білетіндей қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Және де бізде жалғыз домбырадан басқа әртүрлі аспаптар бар. Мысалы, сыбызғы, қоңырау, қобыз, жетіген, және де тағы да басқа аспаптарымыз бар. Домбыраның жалғыз бір түрінен басқа әртүрлі түрлері бар. Міне, көріп тұрғандарыңызда мына жерде бізде 6 домбыраның әртүрлі түрлері бейнеленген. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл суреттер өте ерекше болып келеді. Бұл суреттерді салған суретші Марат Исмаилов. Өзіміздің Шығыс Қазақстан облысының суретшісі өте дарынды әрі өнерлі суретші болған. Және де біз мектепте осы суретшінің суреттерін ақ дастархан бөлімінде өткен болатынбыз. Бұл суреттің атауы авторы. Бұл суреттің атауы Шоқар әуелде қалықтайды, авторы Марат Исмаилов. Бұл суреттің тарихы туралы айтып бересіз? Тарихы бұл Марат Исмаилов бала кезінде ағасы шоқылар жоғалды деп айтылған. Сол уақытта қайда дегенде аспанға ұшып кетті деп айтылған. Сол себепті оның есінде шоқылар аспанға ұшып кетті деген мағынада осылай бейнеленген мистикалық. Шығыс Қазақстан өнер музейінде бізде Марат Исмаиловтың 37 туындысы бар. Жалпы қорытындылай келе сіздерге осы музейге